Сәлеметсіңдер ме? Мен Санғалиндия Сапуан Смеден атындағы классикалық гимназияның 3-ші сынып оқушысымын. Қазақстан көрікті жерлері тақырыбына PowerPoint приложениясына сөз жұмбақ дайындадым. Осы сөз жұмбақты анимациялармен қолданып жасадым. PowerPoint приложениясын ашып, орналастыру бөліміне кіріп, таблицаны орналастырдым. Мәтінді көшіріп әкеліп, беттің бір шетіне қойдым. Кейін анимациялар бөлімде көру және сығу эффектілерін ретімен қолдандым. Жұмбақтың әр жауаптарын жеке-жеке таблицаға алып көру және сығу эффектілерін орналастырдым. Кейін бетті сәндеу жұмыстарымен айналыстым. Осылайша біздің сөз жұмбағымыз дайын болды. Ал балалар сөз жұмбақты шешуін табайық. Қазақстан Республикасының көрікті қорық атауын табасыз. Сөзмен айта ғой. Дұрыс. Оңға қарай оқысан да бір халық, солға қарай оқысан да бір халық. Бір бұрым құс, бір бұрым түс. Абзал, айта ғой. Дұрыс, Зарайсың жауабы қазақ. Қазақстан Республикасының көл атауын табасыз. Бақынбек. Жауабы Каспий. Дұрыс, Айжан, жауабы Каспий. Мен сөз жұмбағында жасырылған Қазақстан сөзі шықты. Назарыңызға рахмет.